Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ученики. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Менің қояным бар». Тема сегодняшнего урока «У меня есть заяц». Сабағымыздың мақсаты, цель нашего урока – жаңа сөздермен танысамыз. Мы сегодня с вами познакомимся с новыми словами. Суреттер бойынша сұраққа жауап береміз. Ответим на вопросы по картинке. Кім, не сұрақтарының қойылу ретін білеміз. Бұл бізде жаңа сөздер. Новые слова. Аю, медведь. Қоян, заяц. Адам, человек. Жақсы, хороший. Қатар, ряд. Тыңдалым тапсырмасы. Внимательно слушаем текст. Менің ойыншығым көп. У меня много игрушек. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Менің ойыншықтарым, мои игрушки. Стоять два ряда, екі қатар, два ряда. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. Первую ряду стоять 5 кукол. Қуыршақтар қатты. Қуыршақтар – это куклы. Қатты – твердые. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Екінші қатар, второй ряд. Жұмсақ ойыншықтарым, мои мягкие игрушки. Олар қоян, аю, күшік. Они заяц, қоян. Аю, медведь, күшік, щенок. Келесі балалар, суретке назар аударамыз. Обратите внимание на картинку. Что вы здесь видите? Здесь ойыншықтар, игрушки есть. Әнел, және оның апайы. Енді оқимыз. Бұл кім? Бұл апай. Апай қандай? Апай жақсы. Это кто? Это учитель. Учитель какая? Она хорошая. Бұл не. Бұл аю. Это что? Это медведь. Он какой? Он большой. Аю үлкен. Бұл не. Это что? Это заяц. Он маленький. Қоян кішкентай. Бұл кім? Бұл әнел. Это Анель. Анель какая? Она маленькая. Анель кішкентай. Запомните, ребята, есте сақтаймыз, балалар. Қазақ тілінде, на казахском языке, кто, на вопрос кто, кім деген сұраққа тек адамға қойылады. Вопрос кто задается только для людей. Например, мысалы, кім, кто, ата, дедушка. Кім, кто, әже, бабушка. Ал не деген сұрақты біз жанды жансыз заттарға қоямыз. А на вопрос не, что отвечать и животные, и птицы. Например, не, қоян, что, заяц, не, аю, что, медведь. Запомнили, ребята, вам понятно? Мы задаем вопрос «кто» только для людей, а на другие животные и птицы мы задаем вопрос «не», «что». Екінші тапсырма бізде второе задание. Устно выполняем суреттің орнына қажетті сөзді қойып айт. Вместо рисунок мы должны вставить нужные слова. Например, здесь что вы видите? Заяц, да? Бірінші суретте қоян. Екінші суретте аю. Менің атым Әлібек. Менің суреттегі сөзді қоямыз. Қоянда қояным. Ымды жалғаймыз, сонда қояным бар. Екінші суретте аю. Менің атым Әнел. Менің аюым жоқ. У меня есть заяц.
Следующее задание у нас письменная работа. Ребята, дәптерімізді ашамыз, откройте тетради и пишите первое задание. Здесь вы должны ответить на вопросы. Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы. Бұл не? Ол қандай ойыншық? Это что? Это какая игрушка? Бұл кім? Это кто? Ол қандай адам? Он или она какой человек? Например, я вам вот здесь привела пример. Бұл не? Это заяц. Это что? Это заяц. Ол қандай ойыншық? Какая игрушка она? Ол жұмсақ ойыншық. Жұмсақ. Мягкая игрушка. Қоянның қасында не бар? Екінші, аю отыр, я? Енді біз аю туралы дәптерімізге солай жазамыз. Вы про медведя тоже так и напишите в тетради. А теперь обратите внимание на второй картинке. Бұл кім? Балалар, естеріңде болса, біз кім деген сұрақты задаем только для людей. Бұл жерде адамдар. Это мама и папа. Бұл әке және ана. Енді мен сендерге мысал келтірдім. Здесь есть пример. Бұл кім? Бұл әке. Ол қандай адам? Он какой человек? Ол ақылды, сабырлы адам. Он умный и спокойный человек. Про свою маму также напишите в тетради. Это кто? Это мама. Она какая? Вам все понятно, ребята? Өте жақсы, жарайсыңдар, молодцы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания, ребята.